Сәлеметсіздер ме? Менің сүйкімді де сүйікті әсерлің менің тыңдармандары. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыра отырыңыздар. Кек. Бұл ауылдың аумағы кең, талай жерді алып жатыр. Ауылдың дәл ортасында темір жол кесіп өтеді. Одан әріректе арасы 1,5 шақырымға жетер-жетпестен автокөлік тағы бар. Сондықтан болар қоныстанушылардың үйлері шашыраңқы, бірыңғай жүйемен орналасқан. Шет жағасында жай кесек үйлер көп. Шатырлары үйлер бұрынғы совхоз кеңесі жағында орналасқан. Үйлеріне қарап, онда тұтынушылардың әлеуметтік жайы бір-бірден аңғарарлық. Күре темір жол мен автожолдың ортасындағы бұл ауылдың отынатын жері облыстық орталығына жақын. Қалаға байланыс жақсы қалыптасқан. Жекеменшік автокөліктері бар. Такси қызметін атқарып, кәдімгідей пайдасын табады. Ауылда тұратын адамдардың тіршілік көзі әркімде әрқалай. Біреу қолындағы 1-2 сиыр, 10 шақты қой ешкінің өнімдерін күн көреді. Ешқайда бармайды да, алмайды да. Енді еттерін тірі, біреулерін кішігірім серіктесіп құрып, бұрынғы ескі техникаларын ілдалатып, сырт жаққа отақ қақтап кеткен бұрынғы егіндік алқапты тары күріш егіп, бақша салып дегендей, әйтеуір қарап отыратындардың жақсы деп барымен базар болады. Мағып бағып көргендер бар, бірақ барымташылар малды ұрлап әкетіп, талай рет сан соқтырған соң көп жұрт мал ұстамайтын болды. 1-2 қара малын көздерінен таса етпей сатқа жайса, қасында қарауылдап, әйтпесе үйде жем беріп ұстайтын болды. Ауылда жеңіл машиналары бар, келесі біреулер қаладан қатынасып жұмыс жасайды. 2 күн қалада, 1 күн ауылда дегендей тұрған жұмыстарының ауысымына сәйкес бір күзет жұмысын, бірі кеңселерді ауласып, сыпыратын ұсақ-түйек жұмыстардан қанағат тұтып, бала-шағаларын асырайды. Ауылды тастап қалаға көшіп кеткенмен, оның жолы жеңіл емес. Үй-күй жоқ, қайда тұрмақшы. Сондықтан 40 жастан әрі асқандар мен 70 жасқа жеткендер үйдегі немерелеріне қарап, бәрі осында ауылда. Қазіргі жастар бұл ауылдағы байлап қойсаң да тұрмайды, өйткені олардың қызықтарына ештеңе жоқ. Бұрынғы 10 жылдық мектеп 8 жылдық болып қысқарылған. Бері бұл жерде оқушылар да аз, кейбір пәндерге мұғалімдер де жетіспейді. Дәл биыл 8-дік мектепті бітірген әрбір үй 14-15 жасар ұл мен қызы тұсаулы қалды. Бәрінің оқығысы келеді, бірақ 10 жылдық мектеп жабылып қалған. Алысқа барып оқи алмайтындықтан қатары ботагөзде болды. 8-ші сыныпты өте жақсы бітірді. Былтыр күзде әкесі Абзал 45 жасқа жетпей қайтыс болған. Әрі жылдығасы да берілген жоқ. 5-ші сынып оқитын бір інісі, 3-ші сынып оқитын бір сіңлісі үшеуі әжесінің қасында ауылда. Ал анасы қаладағы базардың бірінде ет сататын Латвияның шұжық жасаушы, күнде келе алмайды, өйткені жұмысы ауыр. Ет сатушылардың тапсырма түссе, түнімен шұжық жасап, таңертең дайын ету керек. Сол кезде өзінде сырттан қатынап жұмыс істейтін қыз-келіншектердің арзан бағаға түнеп шығуға жалдаған үйге қонып шығады. Тиын болса да, ауылда жұмыс болмаған соң балаларын жеткізу үшін осыған мәжбүр. Ал әжесі қырмызы қолдағы бір сиырдың, 2-3 қойдың жем суын беріп, үйдегі мектеп жағасындағы немерелеріне қарайды. Ботагөздің әжесі қырмызыға кезінде ауылдың медпунктіне медбике, атасы Ыдырысбек совхоздың білдей мал дәрігері болған. Сондай қызметкерлерді болғаны шығар, жұрттан кем болмай, ауылда дәл орталығында бұрынғы кеңсеге жақын жерде кірпішін қалаған еңселі 5 бөлмелі үйде тұрады. Ыдырыс ата ботагөзді кішкентай кезінде домбыра татуға үйреткен. Мектепке арнайы үйірмеге
Қатыспаса да Ботагөз қазір әжептәуір домбыра тартып, оған қосылып ән де айтатын. Мұғалімдер үнемі Ботагөзге домбырамен ән салғызып, сенен мықты әнші шығады дейтін. Ботагөз әкесі Абзал қайтыс болған сонан-ақ үйдегі жағдайдың аңдысын біліп 11-ші сыныпты бітіріп, Алматыға баруын, оқуға түсудің тек арман ғана болып қалатын іштей жадына түйген. Анасы Гүлімай осы балалар үшін қала мен ауыл арасында дедектеп жүргенін көріп отыр. Әлі орта мектепті де толық бітірмей жатып, оқуға барамын деп қалай айтсын. Әжесін сиыр сауысып, айран үйітіп, сүтін пісіріп дегенде үй тіршілігін бүтіндей араласты. Ботагөзді оқудың аса қажеттігін анасы да біледі, бірақ дәл биыл күйеуінің жылдығасын беріп, міндетінен құтылмайынша басқа қаражаттың көзін таба алмай жүр. Апа, Ботагөзді бүгін қалаға өзім ала кетейін. Сол жақтан үстіне киім алып берейін. Үйге қант, шай да керек қой, оларды да беріп жіберемін. Көлік деген екі ортаға қатынап жатыр, кешке дейін жетеді ғой деп, келіні Гүлімай үйге келгенде Ботагөзді таңертең өзімен ерте тұрғызып алып кеткен. Үйде екі баламен қалған қырмызы әже түстен кейін Ботагөзді бесін болғанша күтті. Ботагөз әлі келмеді. Ойпырмай, кеш болып барады, неғып мұнша кешікті екен деп уайымдай бастады. Кешкі сауында болды. Қорадағы сиырды сауып, оның сүтін пісіріп балаларға кешкі дастархан қамын жасаймын дегенде, күні көзі шапақтанып қызарып батуға жақындай бастады. Әже, Ботагөз кешікті ғой деп кішкентай ұл немересі Асқарды сұрады. Ол апамның қасында қонып қалған шығар деп тақылдап кішкентай Әсия қыз. Үйдегілер бала болған менде өздерінің сұрақтарымен әжесін одан әрі қобалжытты. Телефонмен хабарласа қалатын бұларда әлі ауылдағы басқалардай мобильдік телефон жоқ. Ауыл болса да бәрі қазір соны ұстап жүр. Бұл да ақша ғой, оны қайдан алсын бұлар? Қырмызы ішінен жаратқан Аллаға сиынып, Алла, жар бола көр кішкентай қызыма. Былтыр әкесін алдың, биыл енді бәле жаладан сақтай көр, көзім көрген немерелерімді деп жалбарана бастады. Қайта-қайта сыртқа қора маңына шығып жан-жаққа көз салады. Ауылда бұрын қаладағындай күндіз түні жағылатын электр шамы үмілденіп жағылмайды. Кеш болса, әркім өзінің жарығымен өзі. Қайттарынан танымайтын бір машинаға отырамын деп қыз бала ғой, бір нәрсеге ұшырамаса екен. Япырай, Гүлмайға осы ауылдың танитын біреуге тапсырып мінгізіп жібер демеген екенмін. Соры қайнаған басымай, мүлде дірілдей бастады. Кешкі дастарханның шайы да ішілмеді, тамағы да желінбеді. Үлкен ұл Асқар әжесінің қасына қайта-қайта келгіштеп, уайымнан бөліскен ниет жүрді. Ал күн ұзақта далада жүгіріп ойнаған Әсия дастархан шетінде қалжиып ұйықтап қалды. Асқар, деді бір кезде қырмызы әже даусының қайта, сен ұлсың ғой, ұлдар арасында әңгімеден білесің, немесе көресің. Бәріңде машина десе, мынау пәленнікі, анау түнендікі деп айтып отырасыңдар ғой тегі. Осы ауылда қалаға кімнің машинасы қайтады, айтып берші маған. Ана жүрісінің Қойшығұлдың баласы ше, сосын біздің сыныпта оқитын бай жігіттің ағасы Бай Мұратты көргем қаладан тасып жүрген бір-екі рет. Әже, ана кім тағы бар? Аты кім еді? Осы ауылдағы бизнес сататын станциясының бастығы Төлептің баласы Мәлік. Оның машинасы иномарка, бірақ ол тасымайды. Ол қандай машина тағы? Джип деген сол ма? Джип емес. Дәу, бұлай үлкен терезесінде қарайне қара машина ғой. Асқар, жаным, сен есікті іліп үйде отыр. Фонардың қайда маған бер. Мен солардың үйін жағалап, қарап Ботагөзді кездестірдім екен сұрап келейін. Ботагөз қалаға қонбайды.
үйге келу керек еді. Келмеді. Жаным төзбей тұр. Ой әже, мен де барайын сізбен. Жалғыз өзіңіз түн ішінде отыр үйде, Әсем қасында. Оянса шошып кетеді, үйде ешкім жоқ. Есікті кілттеп отыр, ешкімге ашпа, білдің бе? Әже, сонда сіз ана жақтағы бизнес сататын станцияға да барасыз ба? Мүлде алыс қой. Оны көремін. Қырмызы үйінен былай шыға бере ойланды. Қаладан менің қызымды көрдіңдер ме осы жаққа келе жатқанда деп қалай сұраймын? Ботагөз анасының қат шаруасы шығып қонып қалса, ертең сұраған жұрт қызың табылды ма деп, текке біреу алып қашып кеткенде маған еш нәрсе емес. Ботагөздің атына ұят келмей ме? Қой, бекер шығаппын, сабыр етейін. Алладан тек аман болуын тілейін. Үйде отырайын деп қайыра үйге келді. Түн өтпей қойды. Асқар да ұйқыға кетті. Қырмызы тағы бір рет далаға шығып келейін деп қора жаққа беттеді. Сөйтсе, көйлегі көлбеңдеп Ботагөз келе жатыр. Әжесі: құлыншағым-ай, қайда жүрсің? Түн жарым болды. Сені күтіп айымдап дала мен үйдің ортасында жүрмін дей беріп еді Қырмызы. Ботагөз әжесін қапсыра құшақтап жылап бір берді. Не болды қызым? Жүрегі не болды деп сұрай берді ентігіп. Қырмызы әже: амансың ба? Әйтеуір жаным күнім, менің жұлдызым. Әже, деді өксіп Ботагөз. Айта алмаймын. Мен айта алмаймын деп бір уақытты өксіп. Әже, өлгім келеді. Мен бәрібір өмір сүрмеймін, өлемін дей берді. Қырмызы немересінің мына сөзінен әлденені секемденіп қалды. Бәрінен де Ботагөздің өлемін деген сөзінен қорқты. Қазір қызым, үйге кірейік, шамалы өксігіңді бас, өзіңе кел, шай іш. Маған еш нәрсе айтпай-ақ қой, бірақ өлемін деген сөзіңді ойыңнан шығар. Мүлде санадан өшіріп ол ойды, білесің бе, деді Ботагөздің шашын сипап, бауырына қысып. Енді ғана 15 жасқа шығатын қызғалдақ қыз Ботагөз ертесінде одан кейінде нәр татпай төсектен басын көтере алмады. Жастығын көлдей соғылып жылай берді. Қырмызы бір жаман істің болғанын сезсе де тіс жарып Ботагөзге еш нәрсе демеді. Жанын жараламады. Қаладан келетін өз келінін күтті. Ботагөз мүмкін бәрін шешесінің өз аузымен айтар. Содан білермін не болғанын деп ойлады. Қырмызы сабырмен 2 күннен соң қызының басындағы оқиға бейхабар Гүлімайда келді қаладан. 12-де бір гүл ашылмаған жасөспірім қызының басындағы болған жайт анасын Гүлімайды мүлдем есеңгіретіп жіберді. Қызымен сөйлескеннен кейін қайта жүрегі қысылып талып қалды. Қырмызы болса, немересі Ботагөз бен келін арасында алма-кезек жүгіріп, өзі білетін дәрі-дәрмектерді беріп, беттерін бері қаратқандай болды. Қызым, сөйлесіп өзіне өзі келген келіні Ботагөздің басынан не өткен жайды енесі Қырмызыға өз аузымен былай жеткізеді. Апау, мен сорлымын ғой. Мен сорлымын. Бәрінен мен кінәлімін. Қайдан білейін? Төлептің баласының ішіндегі арамдығын, ауылдың баласы ғой деп, автовокзалда тұр екен машинасымен. Ботагөзді алып кетші деп, машинасына отырғызғаным өзім едім. Сорлы басым-ай. Бұған мен кінәлімін. Ол оңбаған, қаладан шықпай жатып тағы бір жерге соққан. Қасына жолдасы жүрген ауыл әкімнің ұлы Қосанды да отырғызған. Ботагөз түсемін машинадан дегенде түсірмепті. Ұятсыз, бетсіз. Сөзін қарашы, шешесі маған сені өзі әкеп береді депті. Әңгімемнің жалғасы бар.